Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын гуляш деп аталатын тағамды дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп отырыңыз. Ең алдымен бізге гуляшқа осындай сиырдың немесе жылқының еті керек. Содан соң бір дана пияз және де су, содан соң сұйық май, содан соң лавр жапырағы, томат немесе осындай мен секілді қызанақ қолдансаңыздар болады. Сосын дәміне қарай тұз, бұрыш керек. Ал соусы үшін бізге 2 дана сарымсақ, ұн және су керек болады. Ал картоп пюресіне картоп, сары май, сүт және тұз керек. Ең алдымен біз гуляшымызға арналған соусты дайындаймыз. Ол үшін осындай майда үккіштен сарымсағымызды өткізіп аламыз. Содан соң үстіне суымызды құямыз. Одан соң үстіне ұнымызды салып, жақсылап тұрып, ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп, араластырып аламыз. Міне осымен біздің гуляшқа арналған соусымыз дайын. Ендігі кезекте гуляштың өзін жасайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды алып, орташа етіп тураймыз. Қатты майда, қатты үлкен қылып турамаймыз. Және мына жерде айта кететін жайт, біздің гуляшқа арналған етімізді осылай кішкене үлкендеу етіп турап аламыз. Және мен бұл жерде томаттың орнына осылай 2 дана қызанақты алып турап, осылай майда қылып турап алдым. Осыны қосатын боламын. Сіздерде томат болса, томат қоссаңыздар да болады. Енді қуыруға кірісейік. Ол үшін қазанымызға сұйық майды құйып, қазанымыздың астын орташа отқа қойып қыздырамыз. Май қызғаннан соң етімізді саламыз да жақсылап тұрып, қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылай қызарғаннан соң үстіне пиязымызды салып, оны да жақсылап тұрып, қызартып қуырып аламыз. Міне пияз бен етті қуырып алдық. Енді үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш және жаңағы қызанағымызды салып, жақсылап бір араластырып қуырып жібереміз. Ендігі кезекте демдейтін боламыз. Ол үшін үстіне суды құямыз да, лавр жапырағын салып, оттың астын баяу етіп қойып, қақпағын жауып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Міне осылай біздің етіміз осылай жақсылап тұрып піседі. Кішкене су тартылады. Кішкене су тартылғаннан соң үстіне жаңағы соусымызды құямыз да, жақсылап тұрып араластырып отырамыз. Міне соус құйғаннан соң осылай қоюлана бастайды. Жақсылап тұрып араластырып тұрыңыздар. Бұл кезде шамамен 5-6 минуттай осылай араластырып тұрамыз. Міне осылай бұрқылдап қайнағаннан соң дайын болады. Міне біздің гуляшымыз осымен дайын болады. Келесі кезекте біз картоп пюресін дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай газға қоятын ыдысымызға картопты осылай бөліктерге бөліп саламыз. Тез пісу үшін жақсылап барлығын саламыз да, оның үстіне су құйып, отқа қойып, картопымыз піскенше күтеміз. Міне осылай бұрқылдап қайнағаннан соң 15 минутта шамамен пісіп қалады. Піскен картоптың үстіне сары майды, дәміне қарай тұзды және сүтті құямыз да, жақсылап тұрып, картоп езетімен езіп аламыз. Немесе блендермен езсеңіздер де болады. Міне осымен біздің картоп пюресі оп-оңай дайындалады. Картоп пюресін тура осы рецептпен жасаңыздар, өйткені өте дәмді болып шығады. Енді кезекте пюремізді осылай тарелкеге салып, жайып жібереміз де, үстіне жаңағы гуляшымызды салып шығамыз. Осымен біздің тағамыз дайын болады. Тағамыз өте жылдам дайындалады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және тура осы пюрені жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.